Сәлем достар, бүгін сіздермен өзімнің лечо жабу әдісімен бөлісемін. Бізге керекті заттар: помидор, қызыл болгарский, сабыз, пияз, ащы бұрыш, чеснок керек болады. Ең бірінші помидорды мясорубкадан өткізіп аламыз. Одан кейін болгарскийдің жартысын тураймыз, жартысын мясорубкамен өткіземіз. Сәбізді де солай, жартысын теркамен өткіземіз, жартысын мясорубкамен өткіземіз. Чеснокты да өткізіп аламыз. Енді помидор мен сәбізді ыдысқа салып, жақсылап қайнатамыз. Сосын бөлек ыдысқа май құйып, пиязды жақсылап қуырып аламыз. Қуырып алған пиязды жаңағы қайнаған помидор мен сәбіздің үстіне саламыз. Бұл жерде сіздер сәбізді, қызыл болгарскийді, пиязды барлығын мясорубкадан өткізіп алсаңыздар болады. Мен өзіме осылай ұнағандықтан қолмен турадым. Дәміне қарай отырып тұз саласыздар. Енді сәбіз піскенше жақсылап қайнау керек. Сәбіз пісейін деген кезінде қызыл болгарскийді салып, тағы да жарты сағат қайнатамыз. Сосын ащы бұрышымызды турап саламыз. Бізде балалар ащы жемейді, сол үшін ішін тазалап салып жатырмын. Сіздер ащы жақсы көрсеңіздер, көбірек қоссаңыздар болады. Осымен лечомыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Кез келген тамақпен қосып жей бересіздер. Енді банка мен крышканы жақсылап жуып аласыздар. Сосын осылай стерильдеп, банкамызды жаба береміз. Сосын банка жапқан кезде әр банкаге аспирин салып жабамын. 1 литрге біреуден, 2 литрге екеуден саласыздар. Банкаларыңыз атылмай, әдемі сақталатын болады.